достар. Сәлем достар. Бүгін біз Майнкрафтта тағы да бір мир аштым. Бұл жерде менің досым екеуміз алдындағы видеода көрсеткен ұстанымға ссылкамызды үй салдық. Бұл менің досымның үйі. Бұл менің досымның үйінде екі нагрудтеген заттар бар және де верстактар бар екен. Бұл менің досымның подвалы. Бұл жерде ода мынандай кітапханасы бар екен, және де портал бар екен, портал бар екен. Менің досымның үйі. Ал менің үйімді досым лавамен өртеп еді, бірақ мен оны қайта жасап алдым. Бұл менің досымның сырты, ал бұл менің үйімнің сырты. Бұл жердің барлығы менің досым сындырған. Бұл затты да менің досым істеді. Біз сендерге тағы да бір нәрсе көрсетеміз. Бұл менің үйім. Бұл жерде менің үйімде заттар көп. Бұл менің броням. Бұған су құйған соң броням осы жаққа кетіп қалды. Бұл менің компьютерім, мониторым. Ал егер де менің подвалым өте күшті. Бұл менің подвалым. Бұл жерге сіз өздерінің адамдарыңды қамап қоюға болады. Бұл туалет, және де бұл жерде адамдар тамақ ішіп алуға болады. Мына бізді ашып кетейік. Мінекей, бұл бізде жаңағы досымдікі секілді кітапхана. Бұл менің порталым. Ал бұл менің затым. Қазір бұл менің және де скинім. Менің скинім. Мінекей көрініп тұр. Бұл менің скинім, және де қолымда алмазный қылыш тұр. Бұл менің ауылым. Бұл жерде өте көп болады. Менің арасында Майнкрафттың өйсті қатып тұрады. Біздің ауылда життер көп өте. Бұл ауылды мен өзім таптым. Бұл менің және де ең бірінші сауым. Бұл жерде менің ұйықтайтын жерім бар, және де кітапханам бар. Бұл жерде киімдерім тұрады. Ал бұл дракон даусын шығарады. Бұл жерде холодильник, бұл жерде менің компьютерім. Декорация әдемі. Енді сау.